Бисмиллах. Ал көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай витаминге толы, оңай, тез дайын болатын, осындай дәмі өте керемет болып шығатын, осындай күздік салат жасайтын боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде менің каналыма өтіп, рецептіні көріп, сіздер де осы рецептпен жасасаңыз керемет болып шығады дәмі. Енді бізге керегі, мен осылай алмаларымды алдын ала жақсылап жуып алдым. Жақсылап жуып алғаннан кейін ортасынан бөліп, осы түйіркіден өткізетін боламын. Қандай алма салсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен осындай қызыл алма алдым. Негізі қонаққа, дастарханға қоюға мен бір тәрелкеге 2 алмадан саламын. Енді өздеріңіздің қалауыңыз бойынша сала бересіздер. Жақсылап осы түйіркіден өткізіп аламын. Алманы түйіркіден өткізетін кезде қолдарыңызды байқаңыздар, қолыңызды кесіп алуыңыз мүмкін. Сондықтан жайлап, асықпай өткізіп алыңыздар. Менің тұрақты көрермендерім, менің каналым ұнап жатырса, менің каналыма өтіп, менің видеоларымды толық қарайсыздар деген үміттемін. Лайк, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ол өте мен үшін маңызды. Мені қолдап жүріңіздер. Мен апта сайын 2 рецепттен салып отырамын. Сондықтан тұрақты болыңыздар. Осы салатты жиі жасап тұрыңыздар, өте витаминді салаттар. Біздің отбасымыз осы салатты өте жақсы көреді, сондықтан мен жиі жасап тұрамын осы салатты. Және де менің каналымда басқа да әртүрлі салаттардың рецептілері бар. Сол жақтан қарай аласыздар. Енді мен осындай мейіздің қызыл түрін жақсылап жуып, осы алмамыздың үстіне саламын. Жақсылап жуып аласыздар, содан кейін кептіріп, содан кейін барып саласыздар. Енді мен осындай грецкий орехты өте ұсақтап турап, осы алма мен мейіздің үстіне саламын. Жақсылап уақтап турайсыздар. Дайындалуы да өте оңай және тез дайындалады. Грецкий орехты да жақсылап жуып аласыздар, содан кейін барып духовкада кептіріп алсаңыздар болады, 5 минут аралығында. Болмаса суланып, біздің салатымыз суланып кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап кептіріп алыңыздар, жуып алғаннан кейін. Осы грамдарын описание бөліміне жазып кетемін.
Мен жақсылап уақтап турап алдым. Енді осы алма мен мейіздің үстіне салып жатырмын. Енді осыдан кейін осындай йогуртымызды саламыз үстіне. Мен 2 йогурт саламын. Йогуртымызды жақсылап үстіне салып, жақсылап араластырып, тарелкеге әдемілеп салатын боламыз. Жақсылап араластырып аласыздар. Мен осындай йогурт алдым. Любой йогурттар бола береді. Енді мен осылай жақсылап араластырып аламын. Содан кейін барып, осы тарелкеге салатын боламын. Барлығын саламын осылай. Енді біз үстіне сыр қосатын боламын. Оны түркіден өткізіп саламыз міндетті түрде. Біздің салатымыз өте әдемі көрінеді, сондықтан осылай түркінің кішкентай көзімен өткізіп саламын. Осындай болып шығады. Салатымыз өте әдемі, тартымды, витаминге толы осындай әдемі салатымыз осылай дайын болып қалды. Енді мен үстіне грецкий орехтан сәндікке азғантай салатын боламын. Оны да түркіден өткізіп саламын. Сіздер салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша кішкене әдемілікке салсаңыздар болады. Міндетті емес салу. Енді мен осындай алманың жартысын ғана кішкене жіңішкелеп турап, оны да сәндікке қоятын боламын. Оны да міндетті емес қоюы. Осындай жарты алманы жіңішкелеп турап саламын тарелкеме. Өте әдемі болып шықты салатымыз.
Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Осындай әдемі, тартымды, тойымды, витаминге бай осындай салатты жиі жасап тұрыңыздар. Ал сіздермен болған Гүлжайнар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.